Обедтен кейін қайнатам мен күйеуім ұйықтауға кірісіп кеткен. Сол ұйықтап жатқан кезде мына есікті краскілеп тастайын дедім да. Алдын коттеджге барғанда осындай краска көріп қалғам ғой. Ойла керек болып қалады ғой, күйеуімнен керек емес болса үйге алып кетейін деген, алып кете бер деді да. Сонымен краскілеп жатырмын, ешкімге айтпай. Қалай болып шығады екен деп уайымдап тұрмын ше. Оларға айтып мынаны үйтейік бүйтейік десең, қоя тұр, мұны бүйтіп алу керек, сөйтіп алу керек деп кетеді да. Сонымен айтпай өзім істеп тастаған жақсы көремін да. Енді бастауын бастап алып қалай шығады екен, атам ұрсып жүрмей ма, не істеп тастағансың деп уайымдап жатыр. Алдында краскілеп көрдім ғой екі жағын. Сол кезде прозрачный болды да, жылтырап тұрған сияқты болды. Сөйтсем растворитель құймаған екен. Растворитель құйған едім, мынандай қоңыр цвет болып шықты ғой. Енді іш жағын краскілеп жатырмын. Балама стульчик әкеліп берші деп жоғары жағына қолым жетпей кетті да. Бұл есікті мен немен жуып көрмедім. Біреу азелитпен жуу керек деген екен. ютубта азелитпен де жудым. Біреулер соляркамен жуу керек деген, соляркамен жудым. Есіктің түрі ұнамай жүретін ғой. Күйеуіме есік ауыстырайықшы деп жүргем ғой. Негізі қалғанын мына жерді краскілеп тастайын дедім. Бұл жерге де балдарым бір нәрсе төксе болды, айғыз болып қалады да, жумасаң бір түрлі болып тұрады. Енді краскілесем нормальный болып қалатын шығар деп жатырмын ше. Не де болса нар тәуекел деп бастап кеттім. Енді көреміз. Ұнамай жатса, не істедің деп ұрсып жатса, есікті алдырып жаңа есік әкеліп қоя салам дедім. Бірақ осы сонда да көрейін деп жатырмын. Ана есіктен гөрі нормальный шығар. Жаңа енді бояуды бастап жатқан кездегі түрін көріңіздерші. И қазір после түрін көріңіздер. Қалай нормальный ма? Қалай шыққан комментарийға жаза кетіңіздерші, өте маңызды болып тұр.